Теңіз қаласы Шағала тобының тәрбиеленуші Төлепберген Әміре Шортанұлының ата-аналары ретінде шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала байқауына қатысып, бүгінгі баламызға берейін деп жатқан үлгі өнегеміз бала деген сонау 5-тен бері шыққаннан бастап өзінің жеті атасын білу керек. Сол бүгінгі жасайын деп жатқан неміз жеті ата ағашы. Әміре өзінің папасымен бірге жеті ата ағашын жасайды, және де қазақтың қара домбырасының макеті жасаймыз. Өзім сен болсын, сосын әке, сосын ата, сосын арғы ата, баба, түп ата, тек ата болады. Соны қазір біз наны дейміз, жабыстырып. Ата деген әке. Папа дегеніміз әке, әкеден кейін ата болады. Дұрыс. Жеті атамызды біліп жүруіміз керек, е? Арғы ата. Ол папаның папасының атасы. Жақсы ма? Маған. Қажы келеміз. Әкелесі түп ата болады. Осымыз, әміне қара, ол дегеніміз жеті ата ағашы. Бірінші кім? Өзім. Өзім. Екінші? Әкем. Одан кейін? Ата. Арғы ата? Баба. Түп ата? Тек ата. Сен осыларды жаттап, біліп алуың керек. Жақсы ма, балам? Мынау дегеніміз қазақтың домбырасы. Осы домбырада қандай нелер болады? Домбыраның мынау дегеніміз шанағы, тиегі, құлағы, шегі және пернелері болады. Бұл біздің жасап жатқанымыз домбыраның үлгісі, макеті. Бұл домбырамен не істейміз? Не тартамыз? Күй тартуға болады, е? Өлең айтуға болады, е? Домбырамен. Кел, қыз, мына жерде ұстап тұр былай. Ұстап тұр, мен мына жерде. Жасаймыз қазір.